құрметті оқырмандар, ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туылғанына 130 жыл толуына орай және осы ақынымыздың Қамар сұлу романын насихаттау мақсатында бүгін біз сіздермен Қамар сұлу әлеуметтік роман тақырыбындағы прозалық кешті ұйымдастырып отырмыз. Ақынның Қамар сұлу романы махаббат тақырыбында жазған жырлары туралы көп айтуға болады. Сұлтанмахмұт махаббаты өмірдің қажуын көп көрген, алдағы өмірден үміті аз, торыңқырап, ауру жеңген адамның махаббаты. Ол сүйеді, бірақ оның баянсыз екенін түсінеді. Заман туралы үлкен толғаныста осы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың алғашқы эпикалық туындысы Қамар сұлу деп аталады. Қамар сұлу өзінің тақырыбы мен мазмұны жағынан әлеуметтік роман. Жазушы қазақ әйелінің теңсіздіктегі жай күйін роман оқиғасының негізінде алғанмен, сол арқылы өз дәуірінің қоғамдық шындығын терең әлеуметтік тұрғыда талдайды. Қоғамдық топтардан Қамардың тағдыры туралы әртүрлі түсінігі әрекет тіршілігін, әрі өткір, әрі сөз